Сәлем достар, көк шай адам ағзасына қалай әсер етеді? Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Көк шай ішкен дұрыс, өйткені ол суық мезгілде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды. Көк шайдың құрамындағы заттардың пайдасы мен зияны және хош иісті сусынды қай кезде ішуге болатыны, сондай-ақ қандай жағдайда одан бас тарту керек және шай жапырақтарын қалай дұрыс әзірлеу керек туралы мәлімет ұсынатын боламын. Көк шайдың пайдасы. Көк шайдың құрамында көптеген пайдалы компоненттер болғандықтан бұл бірегей сусын ағзаға жақсы әсер етеді. Бірінші, ас қорыту процесін ынталандырады. Екінші, құрамында фтордың болуына байланысты тіс шегінің қалыптасуына қарсы күресте профилактикалық құралдың рөлін атқарады. Үшінші, көк шай емдік, дәрі-дәрмектік әсер береді. Оның құрамында танин, катехин және илік заттектерден болғандықтан ол қатерлі ісік аурулармен күресуде тамаша антиоксидант болып табылады. Олар шеттегі ақуыздарды, ауыр металдар мен еркін радикалдарды байланыстырады және оларды сау жасушаларға зақым келтірмей ағзадан шығарып тастайды. Оның құрамындағы С витамині мен мырыш қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупін азайтады. Төртінші, құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылу үдерісін тездетеді. Бесінші, нерв жүйесін ынталандырады. Сондай-ақ көк шайдың құрамындағы П дәрумені мен кальций, фосфор қалыпты ми қызметінің белсенділігі үшін қажет, ал теин ынталандырушы ретінде қызмет етеді. Алтыншы, көк шайда адамның жұмысқа қабілеттігін жақсартатын кофеин бар. Кофеин алкалоидты шай танинімен байланыстырылған күйде болғандықтан ағзаға ынталандырушы әсер етеді, бірақ ол кофеинге қарағанда жұмсақ болады. Жетінші, құрамында йодтың болуына байланысты қалқанша без ауруларына шалдығу қаупін азайтады. Сегізінші, микробқа қарсы әсері бар. Бұл қасиет құрамындағы катализаторларға байланысты болады. Көк шайдағы танин жараларды емдеуге көмектеседі, бірақ шайдың түсі ашық болуы керек. Тоғызыншы, ағзадағы уытты заттарды шығарады. Тазарту қасиеттерінің арқасында көк шай ағзаның иммунитетін жақсартады және кез келген ауруға шалдығу қаупін азайтады. Оныншы, несеп айдағыш әсер көрсетіп, тіннің ісуін азайтады. 11-ші, құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. 12-ші, тегіс бұлшық етті қалыпты жағдайда ұстайды. Бұл қасиет оның құрамында мырыштың болуына байланысты. 13-ші, мыстың арқасында қабыну процестерін емдеуді жеңілдетеді. 14-ші, токсикоз және теңіз ауруы кезінде көмектеседі. Мұндай жағдайларда құрғақ жапырақты шайнауға кеңес беріледі. 15-ші, асқазанның қышқылдығын көтеріп, асқазан ішек жолдарының қызметін ынталандырады. Әйелдерге көк шай ұзақ өмір сүру сусыны деп те есептелінеді. Көк шайдың әйелдерге пайдасы. Бірінші, көк шайдың немесе мұздатылған жасыл шай сіріндісі негізінде жасалған маскалар бет терісін жақсы сергітіп, оның серпімділігін арттырады және бет пішін тартып тегістейді. Екінші, зат алмасу процестерін ынталандыру және ағзаны тазарту құралы ретінде ас қорыту жолының қызметін жақсартып, салмақ тастауға ықпал етеді. Үшінші, сусын әйелдердің климактериялық кезеңде жалпы жағдайын жақсартуға қабілетті. Оны сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресте профилактикалық құрал ретінде пайдалануға болады. Ерлерге арналған көк шайдың пайдасы. Көк шай ер адамға несімен пайдалы? Көк шайдың құрамында жыныс жүйесінің және тірек қимыл аппаратының қалыпты жұмыс істеуіне көмектесетін марганец бар. Оның қатысуымен тестостерон гормоны өндіріледі. Шайды қоюлап ішу кезінде кофеиннің ынталандырушы әсері ағзаның стреске қарсы жұмыс істеу қабілеттілігі мен төзімділігін арттыруға көмектеседі. Ал құрамындағы антиоксиданттар көк шайды қан қысымын қалыпқа келтіру, простата қатерлі ісігінің алдын алудағы бағалы емдік құрал болып есептелінеді. Көк шайдың бауырға пайдасы. Сусының тазалағыш қасиеті болғандықтан, оны қалыпты нормада ішу бауыр мен өт қабының жұмысына пайдалы болмақ. Олардың белсенділігін жақсартуға П және С витаминдері көмектеседі. Бірақ бұл өнімнің құрамында полифенол бар екенін ұмытпаған жөн. Егер көк шайды шамадан тыс ішсеңіз, бұл заттардың көп мөлшері бауырға зиян болуы мүмкін. Бүйрекке пайдасы. Көк шай ағзаға пайдалы болу үшін шай жапырақтарын дұрыс қайнатып, сусынды дұрыс қолдану керек. Ол токсиндердің адсорбенті ретінде әрекет етеді. Бұл оларды ағзадан шығарып тастап, бүйректі тазартуға көмектеседі. Көк шайдың қан тамырларына пайдасы.
Сусынды дұрыс пайдаланса, жүрек тамыр жүйесінің жағдайы жақсарады. Көк шайдың осы пайдалы қасиеттері келесі процестер арқылы жүзеге асырылады. Олар: С витамині қанды сұйылтып, оның тамырлармен жүруін жеңілдетеді және қысымды төмендетеді. Калий жүрек бұлшықеттерін қатайтады. П дәрумені қан тамырларының сергектігін көтереді. Игілік заттар олардан нығайтады. Антиоксиданттар зат алмасу процестерін ынталандырады және қыл тамырларда зиянды холестериндердің жиналуына қарсы тұрады. Осы процестердің бәрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Сондықтан да бір шынаяқ көк шай ішу жүрек қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Сүт қосылған көк шай пайдалы ма? Сүт қосылған көк шай ішу ағзаға пайдалы деген қайшы пікір. Шайға сүт қосып ішу ағзаға сүттің қоректік заттарын сіңіруге көмектеседі деп саналады. Осындай әдіспен жасалған сусында орталық жүйке жүйесі жұқарған жағдайда және бала емізетін әйелдерге сүттің шығуын жақсарту үшін ішсе болады. Дегенмен сүт шай антиоксиданттарының жағымды әсерін бейтараптандырады деген пікір де бар. Көк шайды қаншалықты жиі ішуге болады? Көк шайдың ағзаға пайдасы мен зияны өнімнің сапасына қайнату әдісі мен қолдану жиілігіне байланысты. Сондықтан сусынды ішкеннен әсер алу үшін келесі шарттарды сақтау қажет. Олар: жаңа және жоғары сапалы өнім сатып алыңыз. Шай жапырақтарын 60-90 градусқа дейін қыздырылған таза сумен дайындау керек. Шайды аш қарынға және кешке ішпеңіз. Көк шайды алкогольмен біріктірмеңіз. Дәріні көк шаймен ішуге болмайды. Тым қою немесе ыстық қылып ішпеңіз. Көк шайдың зияны. Көк шай қалыпты нормада пайдалану кезінде ғана пайдалы болады. Есіңізде болсын: бірінші, сусынның қоздырушы әсері бар екенін естен шығармаңыз, және ол жүрек қан тамырлар ауруларын кезінде зиян болуы мүмкін. Сондықтан қан қысымын жоғарылатып, жүрек ырғағын өлшеп тұру керек. Екінші, сондай-ақ көк шайды шамадан тыс ішу сүйек тығыздығының төмендеуіне және сүйектердің тез сынуына әкеп соғады. Қарсы көрсеткіштер. Хош иісті сусынды ішуге құмар адамдар қою шайды қолдануда қарсы көрсеткіштер бар екенін білу керек. Олар: тітіркену, ұйқысыздық, тахикардия, созылмалы бүйрек және бауыр аурулары, асқазан аурулары, қышқылдықтың көтерілуі, өткір кезеңдегі ішек жарасы, атеросклероз, гипертензия, жүктілік кезінде қарсы әсер беруі мүмкін. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.